Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай шаймен өте жақсы үйлесетін, үлпілдек өте жұмсақ пирог жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге үй жағдайында қолжетімді ингредиенттер: ұн, сұйық май, жұмыртқа, қант және қатық қажет болады. Осылай жұмыртқаны жарып алып, қантпен бірге жақсылап араластырамыз. Бір келкі араластырып болғаннан кейін үстіне қатық және сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бұл пирог өте оңай достар. Асыққанда шайға жасай салсаңыз 20 минутта дайын болады. Духовкаңыздың қызуына байланысты. Ұнды салып, міндетті түрде қопсытқышты ұнның үстіне саламыз. Және де осы құрамына қосылатын заттардың бөлме температурасында болуы маңызды. Сол кезде пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Барлығын қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоюды да ұмытпаймыз. Мінекей осындай өте сұйық емес, өте қою емес, осындай сметана сияқты текстурада болуы қажет. Диаметрі 22 сантиметрлік тапаға құйдым мен. Осылай құйып алып, енді бетіне осындай просыпка сепсеңіздер де болады. Май, қант және ұн барлығын 2 қасықтан алып, үшеуін араластырып алдым. Және де жемістерден осындай алманы турап алдым. Осындай шашырап, песочный тесті шығу керек бетіне себуге. Енді алманы сеуіп, үстіне жаңағы дайындап алған песочный тестімізді сеуіп жібереміз. Алманың дәмі керемет болып шығып, пирогқа сіңіп, иісі бұрқырап, күшті болады. Орнына басқа да жемістер қолданамын десеңіздер, өз еріктеріңіз. Алманы пирогтың ішіне араластырып жіберуге де болады. Мінекей алдын ала 200-250 градус қызып тұрған пеште осылай 25-30 минутта пісіп шығады. Енді духовкаңыздың қызуына байланысты әркімде әртүрлі болады. Сондықтан алдын ала тексеріп, осылай зубочистканың көмегімен ортасынан тексеріп аламыз піскен-піспегендігін. Менде 30 минутта дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, нәзік, әрі жұмсақ пирог дайын болды шайға. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Пирогымыз піскеннен кейін міндетті түрде салқындатып қойыңыз. Салқындағаннан кейін ғана оның дәмі ашыла түседі әдемі болып. Каналымнан тағы да қандай рецептер күтесіздер, комментарийге жаза отырыңыздар. Видео ұнаса лайк баса кетіңіз. Және де міндетті түрде тіркеліп қойыңыз, каналым пайдалы. Баршаларыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.